Армысыздар, құрметті кармология арнасының тұрақты көрермендері. Сіздермен қашанда алтын ай аман. Бүгін 12 күн туылған жандарға болмаса 12-ші ай күні туылған жандар жайлы сөйлесеміз. Жалпы бұл кісілер минуста кезден бастайық, себебі минустары өте ауыр. 12-ліктер жалпы жылағанды жақсы көреді, жаңағы әр нәрсеге жалып жасап, нытикта былай қарағанда. Өздерінен белгілі бір жара тауып, соны айтып, жертва болып отқанын жақсы көреді. Сонымен қатар сол жараны жаңағы Гуглдан іздеп отырады. Жалпы психосоматик десек болады, себебі ол өзіне ойлап табады кейбір ауруларды, кейбір дүниелерді, яғни жаман дүниелерді айтқанда. Ал егер 18-де қатарынан бірге болса, онда сол аурулары шын өмірге айналып кетеді. Сондықтан қорқыт қою керек. Ал егер 12 деген сан жалпы кармалық қарызда тұратын болса, онда сізді біреу өлтірді, болмаса сіз өзіңіз біреуді өлтірдіңіз деген мағынаны білдіреді. Ол жерде сіз жалпы қандай қасиет жасағаныңызды көруге болады. Себебі ол дүниені сіз осы өмірге алып келіп тұрсыз. Сол экзаменнен дұрыс шықпағанша сіз сондай күйде жүретін боласыз, ал дұрыс шығу үшін ең бірінші плюсқа шығу керек. Жалпы түсіндіңіздер ғой, сіздер бұрынғы өміріңізде не тиран, не болмаса жертва болғансыздар. Осы екеуінің біреусі. Яғни жертва болып біреуден таяқ жеген шығарсыздар. Сонымен қатар сол памятпен сіз осы өмірге келдіңіз. Яғни жертва болып жаңағы аурулар іздеп тауып, оны ойластыру, ол да жертваның бір симптомдарына жатады. Болмаса тиран болғансыздар және бұрынғы памятіңіз арқылы көптеген жаңағы мазақтап, адамдарға тиісіп, соларға бір қатыгездік танытуларыңыз мүмкін. Яғни қандай жағдай болса да сіз осы өмірге кегіңіз қайтару үшін келдіңіз деген сондай бір минустағы белгілерді көрсетеді. Сіз өзіңіздің осы өмірге деген бір кінәңізді түсінесіз, осы өмірге көптеген кешірім сұрау керек секілді бір сондай ощущенияларда жүресіздер. Болмаса жертвасыздар, жай ғана үндемейсіздер, үнсіз қаласыздар және де шыдап жүре бересіздер. Егер сіздің балалық шағыңызда сондай болса, сіздерді көптеген қатыгездікке апарулар мүмкін, ұрып-соғу деген сынды дүниелер болуы мүмкін. Соның салдарынан сіздердің самооценкаларыңыз өте төмен және де абьюзерлерге тұрмысқа шығу, қыздар, соның барлығы бұрынғы памятпен кетіп жатыр. Яғни оларды ренжітеді, төмен түсіреді, ұрады. Және осының салдарынан оны біреу өлтіру мүмкін, болмаса ол біреуді өлтіру мүмкін. Және де солай карма қарызы қайтадан қайталанады. Содан шыға алмай қалуыңыз мүмкін. Сондықтан шығу үшін көптеген жұмыс, әсіресе осы 12 саны өте қиын. Ол өзі жаңағы арканың өзі повешенный болып тұрғаннан кейін, бұдан көп адам өзімен өзі жұмыс жасап шыға алмайды. Яғни біреу өлтірсе де, біреуді өлтірсе де, ол один и тот же косяк болып саналынады 12-ге. Сондықтан абай болу керек және плюсқа шығу керек. Қандай жағдай болса да, егер жертвалық сезім тұтсаңыздар, жертва болмауыңыз керек, жертва состояниясынан шығуларыңыз керек. Не де болса, сіздердің өмірлеріңізде белгілі бір насилие бар. Оны мойындау керек және де онымен күресу керек. Алайда онымен күресетінісіне шамаңыз болмауы мүмкін, себебі бұрынғы памятта бар, сол қайтадан қайталанып жатқан жаныңызға батады, сіз онымен ештеңе істей алмайсыздар, бір сондай жағдайға түсіп қалып жатсыздар. Сонымен қатар сіз бір пайдалы деген дүниені түсінбейсіздер, сонымен сіздер сондай бір көптеген жаман ойларда болуларыңыз мүмкін. Осылардың кесірінен сіз енді барлығына көмектескіңіз келіп тұрады. Бұл жерде ең басты шеттен шығып кетпеу, яғни тегін бесплатно біреуге жұмыс істеп, болмаса бір қандай да бір әшейін за копейки жұмыс істеп, солай жасап кетсеңіз, ол да сіздің жертва екеніңізді көрсетеді. Ең бірінші жертвадан шығу жолы неден басталады? Ол өзіңізді бағалаумен, өзіңізді сыйлаудан басталады. Яғни жертва деген ол жалпы ешкімге отказ бере алмайтын, жаңағы белгілі бір услугаңыз, товарыңыз болса, біреу жаңағы тегін бере салшы, осындай десе тегін бере салатын, сондайда адам өзінің еңбегін, өзінің істеп жүрген ісін мүлдем бағаламайды. Содан соң оны жертва деп айтады. Мен көмектесе аламын, көмектесем деп айтады. Сонымен қатар ол көмек тек қана бір ғана жақтан келсе, ол негізі бір ғана жақтан келеді ғой. Сонымен сіздер көмектесесіздер және де әрине
бір сондай ауру адамдарға, ауру жағдайларға тап боласыздар. Ол ғана емес, сізден бір бесплатно бірдеңе алып қалғысы келетін, бір сізді пайдаланып қалғысы келетін адамдар өміріңізде тоқтамай келе беретін болады. Бұның барлығына кім кінәлі? Әрине өзіңіз кінәлісіз. Себебі сіз жертва состояниясынан шыға алмай отырсыз. Ал ол жаңағы бесплатно алып қалған адамдар басқа адамдарға айтады, сіз жай ғана бір шоколад берсе жасай береді, осылай деп айтсаң істей береді деп, сол арқылы сарафанная жарнама кетеді, және де сіздің қасыңызда ондай адамдар азаймайды. Яғни сіз көмектесесіз, сізде қолыңызда бір түйір шоколад бар, бірақ ақшаңыз жоқ. Түсінесіздер ма? Бұл сізді одан сайын қайтадан жертва состояниясына түсіре беретін болады. Сол секілді сіз жаңағы бақытсыз, ақшасыз, өте ауру адамдар қатарынан табыла беретін боласыз. Ал бір кездерде оянып, өмірге деген бір налыңызды айтасыз. Ой, менде осы жоқ, мынау жоқ. Нытик қой жалпы, анау мынау деп жылай береді, бірақ оның бәріне өзіңіз кінәлісіз ғой. Сіздер енді добрая душа деп олай еркелетіп айтқым келмейді, себебі бұл жақтан үлкен психологиялық жалпы кемшілік көріп тұрмын. Үстіңізде бар жалғыз киіміңізді біреу сұраса бере саласыздар. Мүмкін ол киім сізге кейін керек болып қалар, мысалы. Болмаса сіз өзіңіз жаурап қалатын шығарсыз қазір. Бірінші өзін ойлау керек адам деген. Ал енді өзге біреулердің бір рубашкасын сіз сұрасаңыз, ол сізге бермейді, себебі ода біреу ақ. Сосын сіз ол адамдарды кінәлайсыздар. Ойбай, мен болсам бере салатын, олар неге бермейді деп. Себебі олар жертва емес, олар бірінші өзін ойлайды, сіз сияқты емес қой. Сондықтан осындай біреуді кінәламас үшін бірінші өзің кінәлі болмауың керек. Жалпы өзіңнің алдында, өзге адамдардың алдын қоя тұрайық, өзіңнің алдында өзің достойны болуың керек. Сол киімін бермей қойған жалпы адамдарды ертең ой, ол жаман адам, мен оларға кез келген уақытта көмектескен едім, олар үйтпеді, оңбағандар деп айту, ол да қателік. Себебі олар оңбаған емес, және де сіздің алдыңызда ештеңе жасауға міндетті емес. Олар сізді ренжіткен жоқ, сіз өзіңізді ренжіткенсіз. Болмаса сіз партнеріңіздің өмірімен өмір сүріп жатасыз, ол өзінің өмірімен өмір сүріп жатады. Яғни сіз бір адамды сондай қамалып қаласыз, және де соның мнениясымен, соның іс-әрекетімен өмір сүріп жүресіз, ол өзінің өмірімен өмір сүріп жүрсе, соған мұрша бермейсіз, соны кінәлайсыз, оған ұрсасыз, оған айқайлайсыз. Сен мені бағаламайсың, мен саған барлығын жасаймын, ал сен маған ештеңе істемейсің деп жаңағы өзіңіздің налыңызды айтасыз. Сосын егер ол сен не үшін оның барлығын маған жасап жүрсің десе, сіздің тағы да екінші, үшінші, төртінші реніштеріңіз шыға береді. Сонымен қатар бір көмек керек болып тұрмаса да адамдарға өздері барып көмегін беріп жаңағы мазасын алатын адамдар да осы 12-ліктер. Олар жертва состояниесінен шыға алмай жүр, белгілі бір рахмет, алғыс күтеді. Іс-әрекетімен көп адамның мазасын алады. Жалпы айтарым, сіздер өзіңіз ақша тауып үйренбейінше сіздердің жолдарыңыз болмайды. Енді бірақ партнерларыңыз үшін табу деген әрине күшті. Біреу үшін табу, бірақ өзіңіз үшін ешқашан таппайсыз, өзіңіз үшін ешқашан жаратпайсыз. Яғни өзіңіз жұмыссыз, бірақ партнеріңіз келіп, маған ақша керек десе, барып кредит бере саласыз. Вот осы жертвалық. Ал ол тұрады, ертең басқа елге кетіп қалады, например. Сосын кейін сіз өзіңіздің обидаңызды айтасыз, ал ол айтады, не үшін сен маған бұны істедің деп. Просто тұрады, кетіп қалады. Сондықтан өзіңіз қиын жағдайға қалдырмас үшін өзіңіз жақсы көріңіз керек. Жалпы әркімге служанка болып ары-бері жүріс, осының барлығы сол жаңағы жертвалардың іс-әрекеттері. Сонымен қатар бір негативный ситуацияларға, сондай бір жағдайларға тап болып қалады. Содан қалай шығу керек жолдарын білмейді, солай өзі адасып қалады. Депрессияда болады. Егер осыны адасып қалған жағдайда өмірге онда басқа көзқараспен қарап көру керек. Просто басқа көзқарас. Ол өмір емес, сізді адастырып тұрған өзіңіздің дұрыс емес көзқарасыңыз. Яғни кейбір дүниелерді сіз дұрыс бағаламадыңыз, я болмаса шеттен тыс бағалап кеттіңіз. Болмаса сіз
белгілі бір жағдайды басқаша жасауыңыз керек еді, наоборот жасауыңыз керек еді. Соның барлығын білдіру үшін сіз осындай дүниелер сезінесіз. Бірақ сіз соның барлығын көрмеуге тырысасыз. Жоқ, ол ондай емес, яғни минуста кезде жоқ деп өзіңізге көмектесуден жалпы бас тартасыздар. Яғни сіздер өмір бойы сол жылап, жаңағы мен ол жақсы көрмеді, ол мені пайдаланды, ол мені ренжітті, өкпелетті, ойбай деп бүкіл адамдарды жаман қылып, өзіңіз ғана добрая душа деп ойлайсыз. Әрине, доброта это хорошо, бірақ енді бұндай өзіңе бір белгілі бір қиындық туғызатын доброта уже доброта емес. Сен бірінші өзіңді жақсы көруің керек, өзіңе доброта жаса, потом өзіңнен артылып жатқанын өзге адамдарға беру. Вот осы доброта. Сіздер осылай өкпелеп жүріп ойлайсыздар, ой, бұл өмірде бір жексұрын болу керек екен, бұл өмірде жақсы адам болудың дымда қажеті жоқ екен. Бір крайностьтан екі крайностьқа түсіп кетесіздер. Это уже ненормально. Сосын сіздер жаңағы ойлайсыздар, жақсы адам болған ол жаман екен, үнемі осылай жүрегің жараланып жүреді екен, ол да қате ой. Сонымен қатар сіздер жоқ деген сөзді айта алмайсыздар. Керек кезде, керек момент туады сондай. Сол кезде жоқ деп айта алмайсыздар. Мысалы, сіз өзіңіз жұмыс тұрып, күйеуіңіз кредитке ақша керек болып тұр, маған кредитке ақша алып берсе, барып әпере саласыздар, например. Беретін жерлер бар ғой ондай. Сонда сіз өзіңізді ойламай тұрса, ертеңгі күні, например, күйеуге де бір 100% сеніммен енді қарауға да болмайды ғой жалпы ешқандай адамзатқа. Сонда сіз өзіңізді қиындықта ертеңгі күні қалып қаламын деп ойламайсыздар. Мысалы, біреуге гарант болатын адамдарда, например, оларда белгілі бір жертваның белгілі бір проценттері бар. Солай гарант болып кредит әпереді, ертеңгі күні өзі төлеп жүреді барлық. Сіз біреудің кредитін төлеуге жалпы міндеттісіз бе? Жоқ. Осы кредитке ақшасына алған дүние сізге бөліп беріп жатыр ма? Жоқ. Бұл өзіне, өзін ойлап тұр. Сіз де өзіңізді ойлауыңыз керек. Сонымен қатар сіздер белгілі бір енді проблеманың түбіне түсіп кетпейінше, сіздерге ойлайсыздар, сіздерге көмек керек жоқ деп. Жалпы оны түсінбейсіздер, сіздерге айтып жатса түсінбейсіздер оны. Только осы ең төменіне түсіп кеткен кезде ғана мен төменге түсіп кетіппін ғой деп ойлайсыздар. Ал шын мәнінде минус өзімізде всегда өзімізде болады. Ең бірінші көзіңді өзің ашасың. Ал енді пока жай проблеманың бетінде жүзіп жүрген кезде сіз көптеген отмазкалар табасыз. Жай ғана, ой, бұл скоро бітеді, бәрі жақсы бітеді, мынау ештеңе жақсы болмайды, егер сіз осындай оймен жүретін болсаңыздар. Сосын сіздердің белгілі бір мінездеріңіз дейікші. Мен біреуге көмектесуге міндеттімін, мен үнемі сөйтіп біреуге көмектесетін боламын деп. Сонымен қатар сіздер егер жылап жүрсеңіздер, онда сол бағанақ проблеманың ең түбіне түсіп кетесіздер. Нытье деген ең үлкен минусқа алып келетін дүние болып саналынады. Өзін жақсы көретін адам өзгелерден махаббат күтпейді жалпы. Ал сіздер өзгелерден махаббат алу үшін жалпы сол үшін көмектесесіздер. Содан кейін обвинение басталады, ананы кінәлайсыздар, мынаны өзіңіздің проблемаңызға алу, тек қана сіз ғана кінәлісіз. Ол болмағанда мен бүйтерем, ол болмағанда мен сүйтерем, сол мен осылай не істемегенде мен сұмдық болып кетерем деген секілді ойлар, сондай сөздермен өмір сүресіздер. Яғни сіздерге бәрібір ол президент па, жаңағы бастық па, басқасы ма, ата-анаңыз ба, бәрін кінәлай бересіздер. Яғни сіздер мынандайсыздар да, мысалы, бір өліп жатқан жануарды видеоға түсіріп алып, оны желіге салып, не үшін ешкім оны көмектеспеді, оны осылай өліп жатуына себеп қылып қалдырып кетті, ешкім қарамады деп өзіңіз видеоға түсіріп айтып тұра бересіздер да, мысалы. Ал можно же было өзіңізге түсіп барып соған көмектесуге. Видеоға түсіріп тұратындардың барлығы негізі жартыва ғой. Бүкіл әлемді кінәлау, өмірде жалпы жақсы адам бар екеніне сенбеу, соның барлығы осы бір дүниелерге алып келеді.
Енді сіздер бұрынғы өмірлеріңізде жалпы өлтіргенсіздер болмаса бір кісі сізді өлтірген деген секілді сондай қарыздармен осы өмірге келе тұрып, сіздер осы өмірде адамдарға, жалпы әлемге пайдалы болуларыңыз керек. Оның да бірақ өзінің крайностары бар, шегі бар, шектеулері бар, иә, бағанағыдай жертва болып жүру емес. Кәдімгі бескорыстно солай көмектесу, полезный болу. Жалпы полезно мен құл болу дегеннің айырмашылығын білмейтін адамдар бар. Құл болу деген қалай ол? Ол жай ғана бесплатно көмектесу, сосын кейін оған ренжу, сізді бағаламады, маған дұрыс емес жасады деген секілді. Осы жертва синдромынан шығу керек. Өмірдің бәрі жалған, ол деген өте жаман жер, нәрсе деген дүниелерді қою керек. Олай айту себебі, ол ойлайды өмірде жалғыз мен ғана күшті адаммын деп. Олай емес. Өмірде жақсы адамдар да бар, соған сену керек. Сосын сіздер түсінулеріңіз керек. Ешкім біреу үшін бірдеңені жертвовать етуге міндетті емес. Сонымен қатар сізде біреу үшін бірдеңені құрбандық етуге міндетті емессіз. Осы ойдан арылу керек. Өзіңізге ущерб келтіретін нәрсені жасамаңыз, просто болды. Сізге біреу көмектес деп тұрса, егер ол сізге ущерб келтіретін болса, көмектеспеңіз. Жай ғана жоқ деп айту, мысалы, керек кезде жоқ деп айту, мысалы, шаршап тұрған кезде көмек сұраса жоқ деп айту. Себебі сіз бақытсыз болып, ауру болып тұрсаңыз, онда ол жалпы жақсылығыңыз сіздің саналмайды. Сонымен қатар ешқандай қарыз, кредитке кірудің қажеті жоқ. Осындай минуста жүріп, содан кейін өзіңіз маска кие тұрып, одан кейін оны балаңызға кигізіп, ондай дүниелерді жасаудың қажет жоқ. Себебі егер сіз өзіңіз жоғалтып алсаңыз, онда бала өзімен өзі қалай күн көре алады. Тіпті көп аналар мысалы ең жақсыны тек қана балаларға деп айқайлап жатса да, сіз өзіңізді бірінші ойлауыңыз керек, өзіңізге бар жақсыны беруіңіз керек. Яғни достойно өзіңізге қарауыңыз керек. Денсаулығыңызға, өзіңіздің реализацияңызға, өзіңіздің ақша табуыңызға. Өзіңіз аяққа тұрмай ешкімге көмектесудің қажеті жоқ. Ол да бір үлкен қателік болады. Когда аяққа тұрасыз, қай кезде сізде барлық жақсы болады, сол кезде көмектессеңіз, ол уже жақсылыққа саналады. Ал егер өзіңізге жетпей тұрып, онда біреуге қалай жалпы нені бересіз, соны ойлаңыз. Бірінші өзіңізге, сосын өзгелерге көмектесу керек. Жалпы 12-ліктердің арасында көптеген өз-өзіне қол жұмсайтын адамдар көп. Оның барлығы не себеп болды? Өзіне көп алады. Мен анаған көмектесем, мен мынаған көмектесем, өзін жертва қылып, соңында көптеген обидалар жиналады. Ол сонымен справляться ете алмай қалады, жалпы оны контрольда ұстай алмай қалады. Сонымен осындай жағдайлар болады. Бір сөзбен айтарым, өмірді жалпы сіз құтқармайсыз. Сосын біреу үшін өмір сүрудің қажеті жоқ. Өзіңіз үшін өмір сүріңіз, өзіңіз үшін өмір сүріп үйренулеріңіз керек. Өзіңіздің қызығушылықтарыңызды құрбандыққа шалмаңыз біреулер үшін. Өзіңіздің еңбегіңізді бағалай біліңіз. Ешқашанда өзіңіздің қолыңызда жоқ дүниені біреуге алып беру үшін тырысудың қажеті жоқ. Бұның барлығы синдром жертвы деп аталынады. Егер осы синдромнан шықпасаңыздар, өмірлеріңіз қиындай береді, сондай адамдар жолға береді, өзі тиран, абьюзер, жалпы насилие көрсететін адамдардың саны көбейе береді, ал ол сізге жақсы ма? Ең алдымен өзіңізді ойлауыңыз үшін жай ғана жаңағы 6 санның энергиясы жайлы эфирді оқып шығыңызшы, сонда көптеген пайдалы дүниелер айтылған. Адам өзін жақсы көретін адам, онда қандай качество болу керек? Болмаса жарыққа жол деген психологиялық программаны алып, менен пошагово барлық инструкциясын алып, соны қолданып күнде шпаргалка ретінде қарап жүрсеңіздер болады. Барлығы дайын ғой. Ең бастысы бағалай білу, ол өзіңізден басталады. Ендеше назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.